Қасқыр мінез қазағым, Мадинаның ісіне қатысты халыққа маңызды ескертуіміз бар. Қазір әлеуметтік желіде Мадинаның атынан жалған парақшалар ашылып, түрлі тексерілмеген ақпараттар тарап жатыр. Третста Мадиярды 3 жылға соттайды екен деген әңгімелер жазылды. Тағы біреулер Мадина психикалық аурумен ауырған деген секілді ақпарат таратып жатыр. Мүмкін ол баланың психикасында бір ауытқу болды ма? Қандай бір күйзеліске түсті ма? Осы 2 жылға жуық оның анасы неге білмеді екен о жағдайды? Жанындағы жан досымын деп сөйлеп жатыр анау жан досы. Осы жерлерде жүреді екен, көшеде келеді екен, осы үйге қонады екен. Неге сонда ол сондай жағдайды біліп тұрып, неге арашалап қалмады екен? Неге жар салмады екен сол кезде? Бұл ақпараттарға сенбеңіздер. Тергеу әлі жүріп жатыр. Сараптамалар толық аяқталмай, тергеу мен соттың қорытындысы шықпай тұрып, кімнің қанша жылға сотталатынын кесіп айтуға болмайды. Біреудің жалған ақпараты тергеуге де, Мадинаның жақындарына да зиянын тигізуі мүмкін. Сондықтан сіздерден бір ғана өтініш: Мадинаның ісіне қатысты ақпаратты тек біздің ресми парақшамыздан алыңыздар. Біз тексерілген нақты ақпаратты ғана жариялаймыз. Мадинаға әділдік керек, ал әділдік өтірікпен емес, ақиқатпен орнайды. Неменеге ініме ұрасың, неменеге мамаға өйтіп сөйлейсің, көршінің келіні былай, көршінің келіні анда, қызым қанша рет осы жаққа қайтып келсе де, мен қанша рет барма деп айтсам да, ол өзінің махаббатына сенді. Мадиярды қатты жақсы көрді, оға қатты сенім артты. Одан толық күтті. Айтатын, маған толық мейір берсін болды. Одан ештеңе күтпеймін, мейір берсінші, внимание күтті одан. Ретінде танылдық, қосымша жауап бердік. Бірінші жауабында енді анасы жаңадан естіп тұрды. Айтылмай қалған маңызды мән-жайларды осы жолы айттық. Сонымен қатар мен осы Меркі ауданы полиция басқармасының басшысына кіріп жолықтым. Және көп жағдайда мұндай істерде бір факт, яғни асылып қалды деген факт 105-ші баппен тергеліп жатады. Бұл жолы ондай болмасын. Ол асылып қалуға немесе асып тастауға анасы қазірше білмейді, тергеу тексеру болмай жатқаннан кейін біз де анық білмейміз. Мадинаның өліміне алып келген бір ғана фактор емес, көп факторлар, және сол факторлардың қылмыстық құрамын тексеру бойынша мен талап қоятынымды. Оның ішінде бәріне белгілі, ол тергеуге емес, ақпарат Мадина 24-ші жылы, яғни ол 26-ші жылы күні кеше ғана 19-ға толды. Яғни 24-ші жылы 17 жасында тұрмысқа шықты. 17 жасында ауыр аяқ болды. Ең бірінші, қазір бәрі әлеуметтік желіде достар жазып жатыр ғой. Әлімжеттікті де сол 17 жасында ауыр аяқ кезінде көре бастады. Бұның барлығы да алып қалышу фактісі, кәмелеттік жасқа толмаған азаматпен жыныстық қарым-қатынас, кәмелеттік жасқа толмаған адамды ауыр аяқ ету, осының барлығы да тергеп тексеріліп, қылмыстық құрам бойынша баға берілуі керек екенін, бір Мадинаның ісі жалпы осы өңірдегі жас қыздардың, оның ішінде алып қашудан кейінгі салдарлар, тұрмыстық әлімжеттік мәселесіне сондай показательный кейс болсын, ол болады да, резонансты көріп тұрсыздар. Және біз тергеудің бір бағытта ғана 105-ші баппен жүргенін қаламаймыз, келіспейміз, өз талаптарымызды қоямыз деп жеткізіп кеттік. Қазірше енді осыны айта аламын.